пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көп жерде ғайбат айтпа деген қатаң тыйым бар да. Енді ғайбат пенен мәліметтің айырмашылығы. Керемет. Ғайбат айту харам. Алайда ғайбаттың уаджип болатын жері бар, айтылу керек болған. Мысалға, сіз келін алайын деп жатырсыз бір үйден. Анау балаңыз үйлендірейін деп жатырсыз. Пәне сол көршісінен, жақсы танитын кісілерден сұрадыңыз, мына қыз қандай қыз өзі? Мен келін қылып алайын деп едім десеңіз, ол кемшілігі болса айту керек. Ол қыз деген ол жаман аты бар деген сияқты. Я болмаса, бұл қыздың тілі жаман бұл. Сен мен сиіспайды ертең деп ашып айту керек. Бізде оны айтсаң қазір, ой, ғайбат болады деп. Бізде үндемей қалады. Енді өздері көрсін енді. Изастан сахака фансахлаху деген хадисте. Сенен насихат сұраса айт деген. Ол кезде ашып айту, ол міндет, уаджип. Қателік болса қателіктерін айту керек. Мынандай қателік күнәлары бар, бұл ертең саған бәле болады басыңа. Немесе сіз біреумен сауда жасайын деп жатырсыз. Ана кісімен мен сауда жасайын деп едім, бірігіп жатырмын. Қандай адам десе, енді деп бүйтіп қоя салған болмайды ол. Ол ұры, немесе алаяқ ол. Болмайды ертең сені батырады деп айту керек ашып. Ұры болса ұры деп айту керек. Өйткені ол ғайбатқа емес, ғайбатын бұндай жерде айтылу міндет болады. Имам Бухаридің өзінен сұраған кісілер жиналып, әкеңіз туралы не айтасыз дейді. Әкесі де хадисші адам болған оның. Әкеңіз туралы не айтасыз деген кезде имам Бухари айтады, басқа адамнан сұраңдаршы bunu дейді жаңа сұрақты. Сол кезде жоқ дейді, сенің пікірің керек бізге дейді. Даиф дейді бұл. Әлсіз дейді. Хадис алынбайды одан деп ше. Өзің сонда адамдар, сен әкең туралы айтып жатсың ба деген ана уайхак деп ашуланғандығы бар. Сен не деп отырсың деп, біз ғылым туралы айтып жатырмыз. Ғайбат емес деп жаңа сұрады, әкем қандай? Әлсіз деп нақты. Демек не екен? Оның хадисі алынбайды деген мағынада тікелей айтқанда. Тура сол секілді, мысалға шынайылық деген нәрсе бар, соны ашып айту. Бұл ғайбаттың кемшілік қой, ғайбат болып есептелгенмен бұның айтылу уаджип болып есептеледі. Бір күні бір әйел кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына келеді, сөйтіп айтады, я Расулалла, маған екі адам айттырып келіп жатыр. Құда түсіп келді дейді, қайсысына тұрмысқа шығайын дейді. Біреуі Мұғауия, біреуі жаңағы Абу Жахм дейді. Қайсысына тұрмысқа шығайын деген кезде, фа Мұғауия сұлук деп айтады. Сұлук деген не? Кедей, бейшара адам деген сөз. Бейшара адам сені бағамайды дейді. Ал мынау Абу Жахм болса қолына қамшысы түспейді деген, яғни әйелдерді ұратын адам бұл деген. Сен одан да Усамаға тұрмысқа шық деген, сол дұрыс саған деген. Ана әйел Усамаға тұрмысқа шығып кеткен. Деме не екен? Ана қатынды ұрат деп тұр. Мынау бейшара сені бағамайды деп отыр. Не түгі жоқ, пақыр адам деп отыр. Бұл деген сөз ғайбат негізінде былай қарасаңыз, бір адам сыртынан. Ал бірақ уаджип бұл нәрсе. Өйткені шынайылық бар. Сені шынай сұраған уақытта айту міндетің ол. Бұл жаңа мәлімет деп отырғаныңыз сол. Бұл айтылу керек. Дұрысы айтылу керек. Бірақ жаңағыдай жала жабылып кетпеу керек. Екен шынай ол қате кемшіліктер бар болса айту керек. Мынау адам арақ ішеді бұл деген сияқты. Немесе алғаш бұл. Ертең адам болмайды деген сияқты ашып айту керек. Қарыз алып қайтармайтын адам болатын болса, біреу сұрап жатыр десе, сіз ол талайдың қарызын қайтармаған ол деп ашып айтуыңыз керек. Сенкінде қайтармайды қазір алса деп. Сұралған уақытында. Оның барлығы рөл ойнайды онда. Бұны жасырып қалса енді өздері көрсін, ертең мынау маған ренжіп қала ма, анау мынау деген нәрсе жоқ. Сұралды айтылу керек.